Өткен видео сабақта біз сіздермен сыныпқа команда құрған болатынбыз. Енді ол командаға оқушылар мен сол сыныпқа сабақ беретін мұғалімдерді қалай қосамыз? Ол үшін командаға өтеміз. Одан кейін сыныптың атауы жазылған жерде жанындағы батырма тұр, 3 нүктелі. Осында басамыз. Одан кейін добавить участника дейміз. Және оқушыларды және мұғалімдерді бөлек-бөлек тіркейміз. Ол үшін сізге алдын ала берілген оқушылар мен мұғалімдердің аккаунттары қажет. Оларды алғаннан кейін әр оқушыны жеке-жеке сіз тіркеп шығасыз. Мысалы, Амангелді Малика деген оқушым тіркейік. Міне шықты. Қосамыз. Келесі оқушы. Осылайша сіз сыныбыңыздағы барлық оқушыны тіркеп шығасыз. Әрі қарай енді сіздің сыныпқа сабақ беретін пән мұғалімдерін қосуыңыз керек. Ол үшін преподаватели батырмасын басасыз, және мұнда енді мұғалімдердің аккаунттарын тересіз. Мысалы, кез келген бір мұғалімнің аккаунтын тіркеп көрсетейін. Мұғалімнің атауы міндетті түрде мына жерде teacher деген жазумен беріледі. Сондықтан қателесіп кетпей дұрыс таңдаңыздар. Добавить. Міне, осылай сіз сыныбыңыздағы барлық 25 оқушыны тіркедіңіз, сабақ беретін барлық мұғалімдер тіркедіңіз, барлығы дұрыс екеніне көз жеткіздіңіз, енді закрыть дейсіз. Егерде қателесіп бір оқушына немесе мұғалімді қосып қалатын жағдай болса, оны өшіру керек болады. Оны өшіру үшін сіз қайтадан бастапқы батырмаға басасыз, одан кейін управление командой дейсіз. Және мына жерде мысалы бір мұғалімді қате қосып қойған болсаңыз, сіз ол мұғалімді өшіру үшін алдымен оны участникке ауыстырып аласыз. Одан кейін командадан өшіресіз. Оқушыны да дәл солай, егер қателескен жағдайда. Міне, оқушылар мен мұғалімдерді осылай қосатын боламыз. Егер де сіз оқушылар мен мұғалімдерді қосқаннан кейін, ол оқушылар мен мұғалімдерде сіздің командаңыз автоматты түрде шықпай тұрса, ондай жағдайда не істейсіз? Сіз ол оқушы мен мұғалімге код бересіз, команданың кодын бересіз. Оны қайдан аласыз? Оны алу үшін тағы да бастапқы батырмаға өтесіз, тағы да управление командай деп басасыз, және мұнда настройки деген бар. Осы жерден код команды деп бассаңыз, кодты жасауға болады. Міне, осы кодты сіз копировать етіп, WhatsApp-тан сол мұғалімге оқушыға жіберуіңізге болады. Ол кезде олар осы кодпен қосыла алады.